асық қайда деп астынан айғайлап тұрып, сол кезде ой өрісім басқаша өзгеріп, дұрысталып, қорқып тұрмын енді. Содан құлағаннан бүйтіп құлап, мына шын ғой, ауылдан басталады қазақтың жері. Көл болған жоқ, лай болып жататын. 2015-тен бастап су тола бастады. Мен қой баққам сол. Бірінші халық келді, одан кейін балық келді. Бұндай жерді қалай сүймеске? Біз енді о жерге бір 100 мың доллардың затын салмаймыз ғой. Ой, қазіргі жастар нормальный бір жұмыскер жоқ. Кешке қанша прибыль бар екен санап басында үйіңе қайтасың мәз болып. Әрқайсымыз сөге аламыз біреуді. Дидардың арнауын тыңдайсыз. Жаңа Урал жаз бойы теп бір кезде келіпті. Нағашыға мал күтіп. Алған малдарын көріп, қазір енді қайтадан бастап келеді. Мынандай жер бос қалмау керек. Бәрі ел көшіп келеді. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді. Жаңағы компьютерда процессор бар ғой, перезагрузка дейді ғой, қайттан қосылу. Сол сияқты осы өзеннің маңайында жүрген кезде 1 сағат, 1,5-2 сағаттап жүрем. Сол кезде ой өрісім басқаша өзгеріп, дұрысталып, қалаға барған кезде басқаша жұмыс істеуге бір әсер береді. Иә. Өзім бір күні мына жерде ойнап жүрсек, менен 5 жас үлкен жігіттер, Думан Абдикаримов деген, Тілеген деген өздері біледі. Солар келіп бір 3 асық көрсетті. Асықтар әдемі, бір бояқ қойған. Мына жерден кім секіреді? Ол кезде анандай баласы жатады мына жерде. Кім секіреді? Соған жаңағы 3 асықты береміз деп. Содан үндемей тұрмыз бәріміз. 2 оқитын балаларымыз ғой, 2-1 оқитын. Әрқайсысы келіп мынадан бүйтіп, мынаға өтеді да бүйтіп қарап тұрады да қайтады. Содан мен нешінші болғанын білмеймін, мен келдім де ана ары қарай аяғым салбыратып бүйтіп ұстап тұрдым. Қорқып тұрмын енді. Ұстап тұрмын. Бір кезде қол талды да қолымды қиды анау бетон. Енді ана үлкендерге мен шығар көтеріңдер деп айтуға ұялам, намыс бермей тұр. Содан алдымда қолымды жібердім, көзім жұмыпты. Содан құлағаннан бүйтіп құлап, мына бетім мұрным мынаған тиді, мұрнынан қан аққан. Асық қайда деп астынан айғайлап тұрмын. Аналар үшеуі асықты лақтырып та қашты мен енді. Әке-шешем айтады, анауны ұрсады деген бе. Сондай бір қызық оқиға болған осы мостқа байланысты. Шын ғой, ауылдан басталады қазақтың жері. Бір күні Майқұдыққа барсам, ана бір машинаның артына жазып қойыпты, Қазақстаным, қазағым, жерім деп. Соған ауылым деп қостым. Мына жерде жаңа балалар алаңы болады, балалар ойнап атады. Ана жерде, анау, уже есейген балалар. Ана жерде кешке футбол басылады, мына жерде анау коляскамен, кішкентай омыраудағы балалармен отырып, әңгімелеседі деген ой болған ғой. Иә. Содан 130 деп отырғызғанбыз. Тренажер далада тұратын. Мына жерде волейбольный площадка, мына жерде жаңадан футбольный корт. Мына жерде сахна, ана жерде орындықтар, сахна 10 метр қылғанбыз, енді 10 метр слишком үлкен болды, қаражаты көп болып кетті де, содан 6 метр қылдық. Жеткілікті ғой енді 6 метр әйтеке. Содан мынау культурно-оздоровительный центр. Жаңа былай жүгіреді, анау күресетін жер, маттасы төсеп күреседі. Мына жерде 2 футбол ойнайтын жер, жүгіруі бар, сахнасы бар, осы жерде өтеді бәрі. Біз есімізді білгеннен бастап осы ауылдың несі, офисі, конторы. Мына жағында фотоның бәрі бұрынғы басшылардың түскен әр үйдің альбомында бар да, фото альбомында. Сосын бұны былтырғы жылы неге баланстан шығарта сносқа жіберді. Мынаны кеп бұза бастағаннан кейін мен ауылда жоқпын, әкей тоқтатып, маған звондап, мынаны бұзайын деп жатыр, бұл біздің тарихи жер. Сосын Салауалишқа шықты, Халелге шықты, тоқтаттық. Енді қазір конкурспен аламыз, Алла қаласа. Содан мынаны үлкейтіп, бір мына жақ қабырғасын қалдырам, тарихи. Қалғанын алып тастап үлкейтіп, тойхана ар жағы жаңағы бассейнмен бәрі общий баня. 2015-тен бастап су тола бастады. Содан бастап балық болған екен. Біз 2017-нің аяғында бірақ білдік балық бар екен. Қоянды. Анан қараңыздар. Ужас. Масқара. Азарт қонаны. Аулай
бергім келеді. Азарт қой деймін, аулай бергім келеді мынаны. Ужас. Смотрите, Руслан Борисович, это вот наша речка. Смотрите, карась какой. Смотрите. Анау қыстақ тұр ғой анау. Сол менің хозяйством, інімдікі. Соған 10 бітірген кезде мен қой баққам сол жерде 1 жыл. Ол кезде бір Чабанский бригада болды ғой. Қой бақтым, сол кезде ана жерден атпен былай өтіп, атпен былай қайтатын. Енді жаспын ғой. Көл болған жоқ қой. Көл болған жоқ, лай болып отатын. Бітерістің басына жақсы келер қасына дейді ана халқымыз. Осы 5 жыл бұрын осы ауылға балалар келді ғой. Сол балалардың ырзық несібесі шығады. Көл 100 шақырымдай кеңейе түсті. Көлге балық біткен екен. Қазір ауылдың кәсібі де өнер күнкөрісі де осының кейбір адамдардың осы көлмен тығыз байланысты болып жатыр. Сондықтан әркімнің Алла тағала ырзығын жазып қояды. Сол балалардың ырзығыменен осы халықтың да несібесі өсіп жатыр. Берекесі келді. Берекесін беріп жатыр. Қандай міне? Жақсылыққа Алла жақсылық қайтарады деген осы ғой. Бірінші халық келді, одан кейін балық келді. Бірінші анау жетім балалар келді, солармен келді. Мен естуімше Қарасордың шипалық қасиеті керемет екен. Тіпті осы Қарағандыда облысындағы жаңағы шипажайлардың көбісі осы жерден сазбалшы қалады екен, е? Осыдан 2 жыл бұрын Алтай Полиметалл деген не бар ғой, фабрика бар ғой. Соның басшысы Юн Руслан Борисович деген. Сол кісіге айтқам осы жерден шипажай салайық деп. Ол кісі келісті. Бірақ былтырғы жылы тағы да мен сол жерде біраз жұмыс жасаймын. Сұрап едім, біз енді ол жерге бір 100 мың доллардың затын салмаймыз ғой. Салғаннан кейін дұрыстап қатырып тұрып салайық деп. Кішкене ары қарай нетті созды. Негізі бұл жерде міндетті түрде шипажай болу керек. Қазірдің өзінде мынаған түскен кезде мен ар жақ бетінен түсем, ана қыстақ жақтан. Сол шыққан кезде терің бір ана жас баланың тері сияқты жұмсақ болып тұрады. Тау да бар, өзені де бар, бұлағы да бар, жазығы да бар. Бұндай жерді қалай сүймеске. Төлеген Айбергеновтің Сағыныш деген өлеңі бар. Сағынбай барсан, тауларда сияған, шықпайды алдынан асқақтап, жерлерді мынау кеткен бе дейсің тас қаптап дейді. Ауылға деген, елге деген сағыныштан көкірек толған кезде бір жусанның жапырағы, мына таста қатпар тастардың өзі сізге сондай бір үлкен шабыт, үлкен дем беріп тұрады да. Бала кезімізде осы жерде жиналатынбыз. Қай бір туған күн болсын, поход болсын, жұмыртқамызды алып, тауығымызды алып, класстастармен осы жерде жиналатынбыз. Одан өсе келе Ерланнан жаңағы қыстақтан келеді, қымызын алып, біз мына жақтан келеміз. Біраз уақытымыз осы жерде өтті. Айтпесе, мысалы, біреулер сіз сияқты азаматтар Дубайға барғаның, Францияға барғаның басып салады. Олар да керек шығар заманға сай. Бірақ осы тауға шыққанда жаңа өзіңіз айтсаңыз бала шағымыз, жастық дәуреніміз, аңғал уақытымыз, кездеріміз еске түседі деп. Кіндік қаның тамған жерге маңдайың терісі таму керек деген сияқты. Өй, қазіргі жастар нормальный бір жұмыскер жоқ дейді да. Беретін, сенетін жұмыскер жоқ дейді. Жастардың бәрі ойлары, неше түрлі пікір айтады. Сен бірдеңе істеп жүрсің бе сол жастарды тәрбиелеуге? Сен таңертең офисқа келесің, кешке дейін жаңа санайсың. Кешке қанша прибыль бар екенін санап аласың да үйіңе қайтасың, мәз болып. Бірақ өз балаңды тәрбиелеуің мүмкін деймін да, өз балаңды жақсы тәрбиелеп жатсың, оны жақсы мектепке бересің, оны жақсы университетке бересің. Бірақ сол балаң келеді да сол қоғамға кіреді ғой деймін да. Сен қасыңа жоқ дегенде бір көршінің маңайың балаларын жинап ал, немесе туыстарың балаларын жинап ал, соларды дұрыс тәрбиеле, соларды жаңағы үйрет. Одан кейін уже айтуыңа болады, біздің жастар тәрбиеленбей жатыр, немесе мынандай қасиеттер жетіспей жатыр деп айтуға болады да. Сырттан тұрып әрқайсымыз сөге аламыз біреуді, сенікі дұрыс емес, анау дұрыс деп жатқан жоқ деп. Бірінші өзің үлесіңді қос, содан кейін айтуыңа құқың бар да, айта аласың онда. Дидардың арнауын тыңдайсыз. Мен 50-ге толған кезде арнау айтты. Нүрекең жайлы естісең жайланасың, жақсы адам алу керек сай бағасын. Жаққызбай мектеп таман алып қалған ұрпақтың болашағын ойлағасын. Арнайы салған ойын алаңында шаттанып балалар қалай ойнамасын. Мақшарда көлеңкеде болсын деймін, отырғызды 150 алмағашын. Оңтүстік
көктен алып кеп үш отбасын, игертті Сарыарқамның пайдаласын. Балаларға екі отбасы үйін салса, жанарлары қалайша жайнамасын. Ауылына Алланың үйін салды, сауапты істеріне ойланасын. Атына заты сай боп Нұрлан ағам, нұрландырып жүреді айналасын. Осы үйді, осы баспананы салып берген осы Қалтаев Нұрлан ағамызға алғысымыз шексіз. Сол кісінің арқасында ауылымыз жанданып, гүлденіп келе жатқан жайы бар. Осы балаларымыз, мектебіміз мұсы гүлденіп келе жатыр. Аллаға шүкір дейміз. Осындай азаматтар Қазақстанда осында молынан болсын, осындай азаматтар көп болсын елімізде. Осындай мықты азаматтар еңбегін ауылымыз жанданып, гүлдене берсін. Қалада басқа салаларда жұмыс істедім да, осы ауылға ат тартып осы 2019-ның желтоқсан айында келген жайымыз бар. Осы отбасылық үлгісіндегі балалар үйіндегі балалар үйін ашамыз деп ниеттеніп, осы балаларға Алланың разылығы үшін бірінші мақсатымыз содан кейін осы балаларды тәрбиелеп, өсіріп жеткізіп, Қазақстанның ереулі бір азаматы болсын деген ой. Осы балалар әке шешесіз, қамқорлықсыз қалмас үшін осы әке шешенің қолымыздан келгенше мейірім шапағатымыз төксек деген ниетпен осы балаларды асырап жатқан жайымыз бар. Қазір мына 6 айдың жүзі болып қалды, Аллаға шүкір. Осы балалар өзі бауыр басып, өзімізге үйреніп қалды. Қазіргі таңда барлығы қазақ тілінде, үйде отбасылық жайында сөйлесеміз. Барлығы өзіміздің баламыздай бауыр басып кеттік. Кухонный зона. Ассалаумалейкум. Кішкентайлы оған. Анашым рахмет. Мына жақтың не ұлдардікі, немесе қыздардікі. Білмеймін, екеуінің біреуінікі. Нәскин жаңа киіп жатсың ба? Сенің көрмеген қайсысы? Сен қай жерде жатасың? Шомылып келе жатсың? Мына жақ тоже бір. Қай жерде жатасың? Мына жақ бытовка, Айдос. Анау стиральный машинка, не? Мына жақ зал. Кішкентай қол ұйықтап жатыр. Мына жақ негізі оқуға арнағанбыз енді, өздері нетеді ғой. Мынау игровой детский. Былтыр Ботақан дипломмен ауылға келіп кірді. Оразадан сұрады. Ботақан, жүр көрейік кішкентайды. Шашуымызды берейік. Амир. Машалла. Машалла. Шашу. Амир үлкен батыр бол. Nerede Wi-Fi var? Mektepten canına var. Öldürüp otursun bu kadar yani. Әр баланың өзінің талдары бар. Әрбір балаға арна белгілі. Арна салынған талдар бұлар. Өздері күтеді. Ой, менде қазір 4 қызым бар. 5 ұлы бар. 5 ұлым бар, менен бай адам жоқ. Әке айтатын баяғыда. Бар байлығым балаларым деп. Жақсы тұрып жатырмыз. Халқы жақсы қойын. Қонақжай қарсы алды. Қашан келдіңіз бұл? Былтыр мен маусым айында келдім. Қай ауылдан келдіңіз? Ынталы деген жерден жолдан мынау. Жаңағыдай Нұрекең айтқаннан кейін сонда жоспарларымызды бөлісіп, ақылдаса келе жаңағыдай Әлиямен ақылдасып, осылай аян қояды деген жер бар. Менің туған өскен жерім. Сол жерге мысалы бір мектепті көтеруіміз керек, жақсы мамандар керек бізге деп шақырған тынды ол кісі. Содан әлекеміз келіп осы жаққа көріп, елді көріп, жерді көріп дегендей халықпен танысып. Содан енді ұнады. Содан бел будық. Қой осы жерге көшіп келейік деп осы жерге қоныс аударып келдік. Нұрлан ағамызға көптен көп рахмет, алғысымыз шексіз. Өйткені сол кісінің бастамасымен барлығы осы әр мысалы ауылдың тірлігімен де осы өзі уақыты тығыз болса да аптасына бір келіп кетуге тырысады. Енді ауылға келіп тіршілігімен, тыныс тіршілігімен танысып кетуге келіп қол ұшын беріп, азаматтық несі үлкен ол кісінің.
Енді Алла разы болсын ол кісіге. Жаңа Урал жаз бойы тепті бір кезде кетті. Нағашаға алып кетті. Сөйтсем анау ауылда немен еткен екен. Анау соғыс ардагері әкей бар ғой, соның атын алғызыпты. Очередь қой. Содан мен жаңа нем жоқ, көңілім жоқ. Таңертең сиыр айдап шығып келсем, әкей бірге шықтым. Өмірі малға тұрмайтын сол кезде. Мен бір 40 шақты бас ірі қара қорада ұстаймын сол кезде. Мектепте оқып жүріп. Әке айтады, Нұрлан бір мотоцикл алып келейін бе? Кімді? Маликаны көріп тұр ғой настроение. Сосын айтамын, жоқ, не машина алуға болады ма? Сен болады дейді. Сосын ана малды сатып, ақшасын қосып, машина алып келді, еш комби, с нуля. Мен қой бағып жүргем, айдап машинамен келді, түсті, отыр деді, отырғызып алып үйге алып кетті. Мен за рулем келдім. Содан жаңағы машинаның кілті кіре берісте есікте ілініп тұрады. Мен теуіп кетсем, бір қолымды қақпайды. Кісілерге айтады, мына көлікті 4 доңғаланғаны менің еңбегім дейді, қалғанынан Нұрлан дейді. Мектепте оқып жүргем сол кезде. Болашақ чемпиондар міне? Болашақ Елдос Сметовтер. Ойнап атқан жеріңізде Ойыннан әкесі. Өткен жылдың желтоқсан айында аштық. Мынау Нұрлыбек бауырым осы дипломмен ауылға келіп отыр. Робототехника. Қосымша осы залда тренер қазір. Ботақан екеуі былтырғы жылы дипломмен ауылға келіп отыр. Қазір мына жерде былтыр қыста 50-ден астам балалар дайындалды. Одан бірінші жарыс Қарқаралыға барды да 5 жүлдегер болды ма? 5 жүлдегер бірінші жарыстарынан алып келді. Көздер жанып тұр балалар. Енді Алла қаласа мына жерден олимпиада чемпионы, әлем чемпиондары шығады Алла қаласа. Хан Амир көрсетіп жүрші ағаға тағы да жаңа кіммен шығып жүр? Кіммен шығып, кімге істеп едің жаңа? Ал давай. Химана жоқ. Бәріміз осы балалармен фотоға түсіп келіңіздер. Жақсы, давайте. Бүкіл Қазақстан көреді Алла қаласа. Алға Қазақстан, алға абадан. Не саламыз ғой жаңа, үй саламыз ғой. Сонда келіп асар жасаймыз өзімізге. Самовар, шай ішеміз, еттерін асып әкеледі. Сонда мынау жүгіріп келеді. Нұрлан аға, сізге келгенде той болады ауылда дейді. Нұрәли. Жақсы жігіттер, бақытты болыңдар. Бақытты бол дейді. Рахмет. Мына жерде екі Қызылорданың жігіттері мұнайды артынан қосып, жаңағыдай ішіне санузел бәрін істеп дұрыстап мына үй сияқты қылып. Міне мынау алдымызда тұр мына үй. Бұзғымыз келіп тұрған жоқ просто мына жерде. Дайын тұрған үйден негізі жаңа үй салған. Жақсы просто. Сәнін кетіреді қазір. Тура андай қылып істеп береміз. Мынау жаңадан салынған ғой. Мынаны қаптап дұрыстап істеп беремін. Ана біздің үлкен үй сияқты. Біреу анау сатылып алды, бұрынғы үй. Енді мына қазір ана жерден бір үй салынады да, мынау ремонтталынады. Алла қаласа. Артынан бір 6 метр қылып қосып екеуіне бір зал, содан кейін бер жағынан жаңа біз ана үлкен үй сияқты болады ғой. Сондай ішіне бәрін істеп береміз. Мына үйді бүкіл ауыл болып салдық. Андай строительдер алмай асармен ба? Өзіміз асармен салдық. Қазір бос тұр ма бұл? Жоқ, бұның жаңағы оңтүстіктен келген ерлі зайыптылар Шымкенттен таңдады да балаларды. Алдында карантинға дейін барып олармен жаңағы танысып, біраз үйлеріне алып, үйретті, енді барып алып келу керек. Карантин басталып кетті, шығара алмай қалды. Енді олар кеше ғана кетті. Міне солар жаңа наубайхана салып жатыр өздеріне. Ой, етімді салып. Қазір Құдайға шүкір, тұрмыс тіршілігіміз жақсы, өте керемет. Келу мақсатымыз енді жолдасыма ұнады. Қоянды ұнады, қасиетті қоянды. Табиғаты өте керемет, ауасы таза. Құдайға шүкір, малымыз қораға толы. Халқы өте тамаша, ұнады. Өзіміз кірісіп кеттік. Бәріміз бір қазақпыз. Айтыр, алыс беріс жақсы, көршілермен тату-тәтті өмір сүрсеңіз, бәрі керемет. Құдайға шүкір, Қарасордың айтыр балға аулап, несібеміз тауып атырық. Енді ана біздің ауылдастар айтады,
Чимкенттен келіп жатыр. Ең бас кезде 9 адам алып келдік пе, неше болып кетті? Иә, біз Рүстем екеуміз бардық қой жаңағы Шымкентке. Рүстем, мен сосын анау Қанат Бабайбек, не? Қарқаралының. Содан барып жаңағы ауылды жинап алдық Шымкентте. Бәрі жиналып, сосын жаңағы біздің жоспарымызды айттық, қалай екен. Сосын менің алдында түсірген видеоны көрсеттік. Сонымен 9 адам болып келді осында. 9 адам, 9-на 9 үй бердік осы жақта. Содан қалғаны үшеу қалды. Бүкіліміз ауыл болып қарсы алып, Халел Мұқатайұлы Қарқаралда қарсы алып, кәдімгісіндей дастархан жайып. Енді қазір келіп жатқандары мынау берген үйді көріп, мысалы біреу анада тұрады, біреу мынада тұрады, алған малдарын көріп, қазір енді қайтадан бастап келеді. Алдында көшіп кеткен елдікін сатып алған ғой мен. Сатып алып келген адамдарға әлі жетеді үй беретін. Әлі қарсы алуымызға болады қаншама адамды. Папа, қазір біз мына жерден тамақ ішеміз мына үйден. Үйден нетпесіне қордақ істетіп қойған. Сосын үйге соғып, бір нан ауыз тиіп жігіттер қайтады ғой. Біз де қайтамыз ғой. Бас кезі көшіп үйлерді бұза бастады ғой. Бұза бастағаннан ойладым, ертең мынандай жер бос қалмау керек. Бәрі ел көшіп келетін. Сосын ақырын сатып ала бастадым. Бұзбашы сен. Немесе неге сатуға қойып, ешкім алмаса бұзып келеді. Бірақ бұл ауылдан кім алады үйді? Бәрі жаппай көшіп жатыр. Сосын біразын сатып алып қойдық. Қазір енді үй бұзу деген тоқтады, енді қосылып жатыр үй. Қазақта мынандай өлең бар. Балқан тауды біреулері биік дейді. Бұлтқа басы тұрады тиіп дейді. Жігіт аты шықпаса батырлықпен шығады туған жерін сүйіп дейді. Сондықтан негізгі батыр ол өз ауылын, туған жерін сүйетін, соған жаңағындай қамқорлықпен соған жаны ашитын азаматты негізі батыр деген. Қазіргі қоғамда сол батыр да